қазақ елі, біз бүгін Экспо Групп компаниясының бас директоры Қожабаева Шолпан ханымға қонаққа келіп отырмыз. Шолпан ханым, қош келдік. Шолпан ханым, мына Қазагро-Казфарм халықаралық көрмесі, менің білуімше біз өзіміз 4-ші жыл қатысып отырмыз. Осы көрмеге, сіз осы көрмені ұйымдастырғанда қандай мақсатта ұйымдастырдыңыз? Мақсаттары көп, жақсы сұрақ қойып отырсыз. Айтайын, глобальный мақсаты бар, сосын енді басқа да мақсаттары бар. Енді үлкен мақсаттан бастасақ, енді ауыл шаруашылығы Қазақстанда ол ең маңызды, бір сондай отрасль дейді ғой, сектордың бірі ғой. Осы салада жалпы қазақ елін, Қазақстан деген кез бәрі ауыл шаруашылығын елестетеді. Менің ойым сондай, ең бірінші. Сондықтан да өзім осы көрме ұйымдастыру саласында экспертпін деп айта аламын. Себебі 29 жыл осы салада жұмыс істеп келе жатырмын. Осы 29 жылдың ішінде өзіме ұнайтын сала ауыл шаруашылық саласы. Аграрный сала дейді ғой. Осы сала өзіме ұнайды. Себебі бұл сала өзі андай бір орында тұрмайтын сала да. Бір тынымсыз сала сияқты бір. Постоянно бірден өзгеріп жатады. Неге десеңіз, әр саланың енді әрінің өзінің бір өсу моменті болады, немесе ары қарай өспейтін де кезеңі болады ғой. Ауыл шаруашылығы ол солай айтып отырмын, тынымсыз бір үнемі қозғалыстағы, тоқтамайтын процесс. Сондықтан да бұл ауыл шаруашылығы шаршауы да мүмкін емес сияқты да. Өзіме ұнайды осы сала. Жалпы мен неше түрлі саладан көрме ұйымдастырып көргем, сосын айта аламын оны. Ең бастысы сол ең алдымен қазақтың фермерлеріне, өзіміздің еліміздің фермерлерге көмектесу. Сол басты мақсат сол. Ең қандай бір жаңалықты алып келіп көрсетіп, соны қолданса екен деп, біздің ауыл шаруашылығымыз дамып. Ең үлкен мақсат енді сол. Соған өз үлесімді қосып келе жатырмын осы қанша жылдан бері. Ал Қазагро-Казфарм деген ол менің өзімнің авторлық проектім. Мен қанша жыл осы салада істеп келе жатып, өзім атында қалай болу керегінде соның бәрін ойластырып, осы авторлық проект осы 16 жыл болып биыл. Тамаша. Биылғы көрмеге шетелдік қанша өндірушілер қатысып жатыр? Енді біз ресми түрде бізге тіркелген компаниялар арқылы білеміз, қанша елден келіп жатыр. Тіркелмегені қанша, Иә. Тіркелгені 25 ел. Тіркелмеген одан да көп. Біз ұйымдастырушы ретінде енді ресми түрде 25 ел тіркелді деп, 316 компания тіркелді деп. Өте тамаша. Сізге рахмет осындай көрме ұйымдастырып жатқаныңызға. Бізде осы көрмеге осы 4-ші жыл қатысып жатқанымыз. Жаңа айтып жатырсыз ғой, шетелде мысалы қандай да жаңалықтар бар. Ауыл шаруашылық мамандарына көрсетейін, өзіне керегін алсын деп жатырсыз ғой. Сол сіздің мақсатыңызға сай, бізде сондай мақсатпен осы көрмеге келіп тұрмыз. Өйткені қазір қарап отырсаңыз, ауыл шаруашылығына, мал шаруашылығы болсын, өсімдік шаруашылығы болсын, қазір отандық өнім жоқтың қасы. Біз сондықтан отандық өндіруші ретінде сізге рахмет айтамыз. Осы көрмеге шақырып отырған, осы көрмеге қатысып жатырмыз. Бұл көрменің бізге берері көп. Өйткені біріншіден біз жаңа достар, әріптестер таптық, жаңа потребитель, тұтынушылар тауып жатырмыз. Сонымен қатар әр көрменің өзі берері мол ғой. Әр көрмеден біз өзімізге қажетті ақпараттар алып жатырмыз. Сол үшін осы көрмені ұйымдастырған сіздерге үлкен рахмет. Кәсіби табыс тілеймін. Жаңа проектілер, жобалар ұйымдастыра беріңіздер. Ауыл шаруашылығы өндірушілері сіздерге тек қана алғыс айтады деп ойлаймын. Тек алға сәттілік. Рахмет. Бүгін біз Қазагро-Казфарм 2025 көрмесінде өзіміздің тұтынушымыз Абай облысы Бесқарағай ауданы Бірлік ауылында орналасқан Бәлке шаруашылығының төрағасы Тоқашев Оралбек ағамызды кездестірдік. Аға, қош келдіңіз. Біздің мынау көрермендерімізге кішігірім өзіңіздің шаруашылық жөнінде немен айналысасыз, сол жөнінде айта кетсеңіз.
Енді біздің шаруашылығымыз қазіргі күнде, енді басынан бастап қазіргі күнге дейін овощной молочный направление. Сонымен келе жатырмыз. Енді ақырғы міне 2 жылда сіздердің препараттарыңызды алып, кішкене көзіміз ашылған сияқты. Неге десеңіз, енді біз қайдан аламыз, қандай препарат дегенді көбін білмейміз. Сізбен танысып алғасын, осыны көрейікші дегенде бірінші жылы салдық қана жүгерге. Силосование дейді ғой, соған салған кезде бірінші жылы результатты көрдік те, оны көп нетпедік. Сосын екінші рет тағы салғанда, екінші салғанда мен 2 жылға салдым. Оның нәтижесі тіпті әйбат болып шықты. Сол үшін сіздермен әрі қарай жұмыс істегіміз келіп отыр, препараттарды алып отырмыз. Одан гөрі біз овощной болғасын картопқа салдық. Картопкадан салғасын оның урожайына қосты. Оны уже көрініп тұрды. Ана батвасынан да көрініп тұрды, өз сұқтынан да көрініп тұрды. Сосын сіздің табиғи препараттарыңыз өте тамаша, өте жақсы. Енді біз сіздермен әрі қарай жұмыс істейміз деп отырмыз. Құрметті көрермен, Оралбек ағамыздың қолданғаны таза биологиялық ашытқы, сүрлем дайындауға арналған Казбиосил биологиялық ашытқысы. Бұл биологиялық ашытқы бір қасиеті құрамында бактерия, сонымен қатар көк балауса кезіндегі азықтың құнарлығын, құндылығын сүрлем болғаннан кейін де сол қалпында сақтайды. Енді сиырдың сүті тілінде дейді ғой. Яғни осы азықпен азықтандырылған біздің Оралбек ағамыздың сиырларының өнімі өте керемет. Әсіресе құрты. Оны тек дәмін көру ғана керек. Дәмі аузымыздан әлі күнге кетпей жүр. Аға, мына сізге шаруашылығыңызға табыс тілейміз. Еңбектеріңіз өнімді бола берсін. Сізді мына көрмеде кездестіргенімізге өте қуаныштымыз. Кәсібіңіз еселене берсін, табысыңыз еселене берсін. Сізге тек қана сәттілік тілейміз. Көп рахмет. Құрметті көрермендер, қазір бізде қонақта Шығыс Қазақстан облысы ауыл шаруашылық тәжірибе станциясында картоп және жеміс-жидек бөлімінің меңгерушісі Маханова Гүлнұр ханым. Маханова Гүлнұр ханым, қош келдіңіз. Рахмет. Енді сіз біздің көрермендерімізге, бірсыпыра көрермендеріміз сізбен таныс болуы да мүмкін. Тағы да кішкене қысқаша, сіздің шаруашылық тәжірибе станциясы, соның ішінде сіздің бөлім немен айналысады? Қысқаша ақпарат. Сәлеметсіздер ме? Біздің бөлім негізі картоптың отандық және шетелдік сорттарын зерттеумен айналысамыз. Әрине біздің станциямызда картоптан басқа бидай, күнбағыс дақылдарының тұқым шаруашылығымен де айналысамыз. Бүгінгі таңда біз картоп тұқым шаруашылығында әртүрлі препараттар қолданамыз. Соның ішінде өздеріңіздің препараттарыңыз бар, целобацаринмен. Осы жылғы осы сезонда жақсылап жұмыс істеп шықтық. Картопты екпестен алдын клубневая обработка деп айтады ғой, жаңағы протравливание семян. Соны целобацаринмен жасадық. Одан кейін шығу вегетационный период кезінде шығу барысында бүркідік сіздің препараттарыңызбен, одан кейін гүлдеу барысында бүркідік, одан кейін жинау алдында бүркідік. Енді әрине сіздердің препараттармен обработка жасалынған жерлердің урожайыңыз намного выше. Өткендегі бір нелерде сұхбаттарда айтып едім ғой сіздерге, 7 тонна сіздердің қолданылған препараттардың опыт жүргізген жерімізде 7 тоннаға биік. Прибавка. Прибавка, сіздердің целобацарин препараттарыңыз бойынша. Негізі біздерде енді отандық сорттар өте көп картоптың. Егер картоптың тұқымын алушы кісілер болса, менің даналарымды беріп қоясыз ба? Әрине, енді бұл жерде тағы да бір айта кетейік, сіздерде картоптың тұқымын себер алдында өңдедіңіздер және период вегетация, өсіп-өну фазаларында, Енді басқа өңделмеген егістік алқаптармен салыстырғанда визуальный қандай айырмашылықтар болды дақылда? Ең біріншісі аурумен, былай айтқанда құрт-құмырсқа дейміз, насекомые, соларға устойчивость, қазақшасы енді шыдамдылығы жоғары, тұрақтылығы, төзімділігі жоғары екен. Одан кейін мына жапырақтан көрінеді. Обработаны нелердің жапырақтары жап-жасыл, нақты түс беріп тұрды. Қанық болды, түсі қанық болды. Жапырағының көлемі кішкене ұлғайын құрап, гүлдеу процесі кішкене басқашалау жүреді екен, не обработанаға қарағанда. Потому что күш қуаты көбірек та, мысалы, жаңағы сусыз жағдайда да картоптың жағдайы өте керемет болып көрді. Енді айтып тұрмын ғой, жапырақтар жап-жасыл болып, егер сіздердің препараттар қолданылмаған жерді алсақ, мысалы үшін контроль деп айтамыз ғой, контрольді алатын болсақ, ол жерде
кішкене сарғайып, су жетпей тұрған кәдімгідей көрініп тұрды. Ақшыл түстеу Ақшыл болды, түстеу болып, кішкене ауырыңқырап тұр. Биыл бізде Шығыс Қазақстан облысында жаңбыр көлемі өте көп болды. Мысалы бізде жылдық жаңбырдың мөлшерін алатын болсақ 350-400 миллиметр ғой. Енді бізде мына қазан айына дейін 580 миллиметр түсіп қойған. Бұл дегеніміз кейбір дақылдарға әрине жақсы ғой, бірақ картоптың күндіз ыстық, түнде суық болған кезде фитофтора деген ауру бар, білесіздер. Иә. Сол осы препаратпен қолданған жерлеріміз осы именно фитофтораға төзімділік береді екен. Жапырақтары жаңағы сарғаймайды, ауырмайды екен, жап-жасыл болып сол бойы тұрады екен. Енді жинап алғанға дейін. Енді Гүлнұр ханым, мысалы біздің препараттарды қолданған шаруашылықтарда, мысалы астық тұқымдастарда биіктігі өсімдіктің, например, сабағында айтады, мына көкөністерде біреулер айтады, сабағы жуандау дейді. Бұршақ тұқымдастарда мысалы бұршаққында бұршақ саны артты дейді. Енді сіздерде енді кеше өзіңіз басынан аяғына дейін тәжірибе жүргіздіңіз ғой. Сонда өңделмеген нұсқамен салыстырғанда дақылдың сабағында, түйнектерінде көлем жағынан айырмашылық болды ма? Бұл жерде картофельдің негізі мына түйнектердің салмағы жағынан. Мысалы, әр түпте 12 түйнек болса, контрольда мысалы, примерно айтайын, бір түйнек 500 грамм. Ал сіздердің препараттарыңыз қолданған жерде 850, 900, одан да көп. Ең үлкен бізде 1 килограмм 200 грамм болды ғой. Бір түйнектің салмағы. Бір картоп, бір түптегі картоп салмағы. Ең көбі сол, ол енді негізі біздің облысқа рекордный. Бір түпте 1 килограмм 200 деген ол анда-санда бір болатын жағдай. Сорттың, әрине сортқа да байланысты. Енді біз қазақстанский өзіміздің отандық сортты едемде жүргіздік тәжірибені. Түйнек саны бірдей болды контрольмен опытта. Бірақ опыттың салмағы көп болды да, бір түптегі салмағы көп болды. Әрине жаңа сабағы деп жатсыздар ғой, стебель. Стебель әрине жуандайды. Сол жуан стебельдің арқасында түйнектің салмағы артып тұр ғой. Өйткені ана салмақтың бәрін ұстап тұру керек қой енді. Рахмет Гүлнұр ханым. Мына сіздің ғылымдағы жолыңызға сәттілік тілейміз. Өнімдеріңіз еселене берсін, табыстарыңыз еселене берсін. Тек қана алға сіздерге. Ал құрметті көрермендер, сіздерге айтатыным, біздің препараттар, отандық препараттарымыз шығарып жатқан барлығы органикалық сертификатталған. Яғни бүкіл шығарып жатқан тыңайтқыштарымыз, препараттарымыз органикалық топқа жатады. Ал органикалық өнім алып, органикалық тамақтанғыңыз, таза өніммен тамақтанғыңыз келсе, хабарласыңыздар, алыңыздар. Ал Шығыс Қазақстан облысы тұрғындарына органикалық тұқым керек болса, Гүлнұр ханымға хабарласыңыздар. Рахмет.